Қайырлы күн оқушылар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз робототехника бөлімінің 17-ші сабағы робототехника тарихы және перспективалары. Оқу мақсаты робот анықтамасын тұжырымдау, роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Бүгінгі сабақта үйренетініміз робототехника тарихы, адамзаттың техникалық жетістіктері. Енді ойланайық оқушылар, робототехника дегеніміз не? Робототехника бізге не үшін қажет? Роботтар қашан пайда болды? Шындығында робототехника тарихы ежелгі дәуірден бастау алады. Біздің дәуірімізден 350 жыл бұрын алғашқы механикалық көгершін пайда болды. Оны ежелгі грек математигі Архит құрастырып, механиканың одан әрі дамуына үлес қосты. Ал адам тәріздес робот 1770 жылы алғашқы механикалық адам кішкентай бала бейнесінде жасалды. Толығымен автономды роботтар 20 ғасырдың екінші жартысында ғана пайда болды. Ең бірінші цифрлық басқаруы бар программаланатын робот Юнимейт болған. Ол балқыту машинасынан ыстық темір бөлшектерді алып жинайтын робот болған. 20 ғасырға дейін фантастика деп саналған барлық қиялдар орындалып, адам қашықтыққа қарамай ақпарат алуды, жіберуді, жаяу жүрмеуді, аспанда ұшуды үйрене бастады. Осылай технологиялық жетістіктер жылдан жылға арта берді. Робот пен техниканың байланысы артып, бөлек бір салаға, ғылымға айналды. Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Робототехника электроника, механика, информатика, радиотехника және электротехника салаларына сүйенеді. Бүгінгі таңда робототехника тез дамып келе жатқан үлкен сала және жылдан жылға бізді таңғалдыруда. Әсіресе коммерциялық және өнеркәсіптік роботтар кеңінен тараған. Роботтар құрастыру, жинақтау, жеткізу, жердегі және ғарыштағы зерттеулер үшін, медициналық оталар, зертханалық жұмыстар, қауіпсіздік үшін кеңінен қолданылады. Ол роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмысты мұқият орындайды. Роботтардың бір жақсы қасиеті олардың ешқашан шаршамайтыны. Кейде жұмыс адам үшін тым қауіпті немесе қиын болған жағдайда робот мұны ешқандай қиындықсыз атқарып шығады. Роботтардың көпшілігі тұрақты және механикаландырылған жұмыстарды атқару үшін зауыттарда қолданылады. 20 ғасырдың 30 жылдарының басында атақты жазушы Карл Чапек адамның орнына жұмыс істей алатын механикалық адам туралы пьеса жазды. Дәл осы пьесада мұндай механизмдердің қазіргі заманғы атауы робот сөзі алғаш рет қолданылды. Механикалық робот бала үстел басында орындыққа отырып, параққа әртүрлі сөзді жаза алатын болған. Сонымен бірге ол адам сияқты сөздерді үзіліспен жаза отырып, сия құтысына қаламды мұқият батырып, хаттың мәтінін түсініп отырғандай басын шайқап қойып жазады. Жазуды аяқтағаннан кейін бала сияны кептіру үшін параққа құм себеді. Содан кейін оны сілкейді. Бұл робот баланы жасаған француз сағат жасаушысы Пьер Шакедро. Кейінірек оның ұлы Анри Дро әкесінің жұмысын жалғастырды. Ол механизмді андроидтар деп атады. Бұл осы заманның тамаша жетістігі болып саналады. Енді оқушылар, осы сабағымыз бойынша келесі сұрақтарға жауап берейік. Робототехника деген не? Робототехника автоматтандырылған техникалық жүйелерді және олардың жетістігін зерттейтін қолданбалы ғылым. Адам тәріздес роботтар қашан жасала бастады? Адам тәріздес роботтар 1770 жылы алғашқы кішкентай бала бейнесінде жасалды. Үшінші сұрағымыз, роботтардың адам үшін қандай пайдасын білесің? Олар ешқашан шаршамайды. Кейде адам үшін тым қауіпті немесе қиын болған жағдайда робот бұндай жұмыстарды ешқандай қиындықсыз атқарып шығады. Роботтардың кейбірі адам үшін лас, қауіпті және ауыр жұмысты мұқият орындайды. Міне оқушылар, бүгінгі сабағымызда робототехника тарихы және адамзаттың техникалық жетістіктері туралы мағлұмат алдық.
Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.